Оралда атақты аяқтопшы Анатолий Ионкенді еске алуға арналған аймақтық футбол бәсекесі басталды. Додада еліміздің батыс өңіріндегі клубтардың жасөспірімдер құрамасы өнер көрсетуде. Турнир 10 мамыр күні аяқталады. Танымал футболшы Анатолий Ионкен Орал қаласында туып өскен. Аяқтоптағы алғашқы қадамын жергілікті команда сапында бастады. Кейін Қайрат клубына ауысып, КСРО чемпионатында жасындай жарқылдады. Әйгілі спортшының есімін ұлықтау бағытында өңірде жыл сайын еске алу турнирі өткізіледі. Биылғы бәсекеге Орал, Атырау, Ақтөбе, Ақтау қалаларынан 8 команда қатысуда. Турнир проводится среди возраста 8 года. Аймақтық турнирге 11 жастағы футболшылар қатысуда. Жарыс 2010 жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Жас футболшылардың беталысы жаман емес. Осындай додалар арқылы олар тәжірибе жинақтайды, шеберліктерін арттырады. Сондықтан турнирдің маңызы зор. Жасөспірімдерден жасақталған командалар 2 топқа бөлінген. Құрамалар жарыстың алғашқы күндері плей-офф кезеңінің жолдамасын сарапқа салады. Ақжайық клубының балғындары турнирдегі алғашқы матчын Ақтаудың намысына қарсы өткізіп, 0-1 есебімен есе жіберді. Команда көп еңбегіміз кетті, енді бәріміз тер төктік команда үшін. Енді бәріміз де тырысамыз жеңуге. Мен осы Ақжайық футбол құрамасында ойнаймын. Өнер көрсетіп жүргеніме 1 жылдай болып қалды. Позициям орталық шабуылшы. Мен осы жарыстарда көп гол соқтым. Осы Ақжайық құрамасына үлесімді қосам. Аймақтық турнир 10 мамырға дейін созылады. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпазбен қатар алдағы ел чемпионатына қатысатын аяқ топшылар анықталады. Еркебұлан Самадияр, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.